Азақ фильм айдары. Бұл айдардың ерекшелігі қазір сахнада көрсетілетін фильмнің, қысқа метражды фильм десек те болады, барлығы 100% импровизация. Сценарийді білетін тек қана Эльдар, оқиға желісін оқып отырады, ал жігіттер диалог пен іс-әрекеттің барлығын қазір көз алдарыңызда шығаратын болады. Бұл 100% импровизация, сондықтан да жігіттерді қолдап қошеметтеп отырыңыздар. Азақ фильм айдары. Кеттік! Бүгінгі оқиға вампирлар жайлы. Бірінші сахна Дракуланың сарайында. Дракула бізде әрине Нұрсұлтан. Дракула өз сарайында қандай жұлдыздардың қандарын ішкенін айтады, және де одан кейін не болып кеткенін айтады. Жолбарыс Сейфуллин. Магазинде қан ішкем. Маған бергел деген сол кезде. Қашып кеткем. Осы кезде Дракуланың сарайына көмекші вампир келеді. Ол Есет. Есет ханға келгендей кіреді. Ханға келгендей? Аха. Тақсыр! Татың бұса... О, Алдияр! Бізге қан шапты. Дракула көмекші вампирдің басын сипап тұрып, оның жақсы қасиеттерін айтады. Қан ием, мені мақтаңызшы. Сен жақсы сорасың. Қан. Фей! Қанда. Сізден үйренгенім ғо. Қанша дегенмен сіздің көмекшіңізбін, сізден асып ештеңе істей алмаймын. Өке? Білем. Дәкеде, Дракула ғо. Болды. Екінші сахна. Адамдарды вампирлерден құтқаратын Ван Хельсингтің үйінде. Ван Хельсинг Елжан. Мен Ван Хельсинг ба? Реск өстіп кетсін. Ол жақсы кісі ғой да? Жақсы. Тиянақты, андай абыройы бар, сондай ғай ғой да? От, осындай, Елжан үйінде қаншерлерге қаншалықты ашулы екенін айтып жатады. Оңбағандар, сорып бітірді о бәрін. Осы кезде Ван Хельсингтің үйіне оның көмекшісі келеді. Көмекшісі Бексұлтан. Бексұлтан Ван Хельсингке бір жас қыздың ұрланған туралы және ол іске Дракуланың қатысы бар екенін айтады. Осының бәрін ойын жинақтай алмай түсініксіз ұзақ қылып түсіндіріп береді. Анықта бір короче бұқалада бір қыз болған ғой, соң короче алып кеткен, оның қаны таза емес, бірақ ол Дракуланы яғаған ғой, короче. Қуш деп түсінген болса. Елжан қазақша сериалдың актерлары сияқты ашуланып Дракуланы 5 затқа теңейді. Немене көйдейсің сен? Сілімтік. Нағыз қыман екенсің сен. Дракуланы. Жоқ, сен айтып өттің. Дракула оңбаған. Нағыз шкап екен. Келесі сахна Дракуланың сарайында. Жас қыз отырады, ол Нұрбол. Жас жоқ па не, брат? Жастау қыз жоқ па не? Орындықтарың неткен жермен жексен. Қыз бол кішкене, мына. Мә ұмытып қоға. Бұтың жап шеш бауырым. Мына орындықтарың неткен. Осы кезде вампирлер жас қыздың қанын трубочкамен сокішкенде іше бастайды. Жас қыздың қанының дәмін 10 түрлі затқа ұқсатады. Екеуі кезек-кезек, 5-5-тен. Шұбатқа ұқсайды екен дәмі, шұбат. Кене ашқан сияқты, я? Желкесі тұзды. Тұзды. Соленый екен. Соленый, я? Арқа жағымда огурцы бар дейсің ба? Жас қыздың қаны азайып, әлсіреп, масайып, Дракуланы сыйлайтынын айтады. Мен сен сыйлаймын, әңгіме жоқ барған. Дреке, мен бұтам әңгіме жоқ, мен сен сыйлаймын. Не үшін сыйлайтынын айтады? Мен сен сыйлайтын себебім, сен өтекке ұқсайсың кішкене. Өтек? Иә. Біріншіден өтек ол, өтеге. Біз жақта өтек деп айтады оны. Осы кезде Ван Хельсинг Майкл Джексонның биімен кіріп келеді. Ой, не басы көзі кересің. На бар. Андай қазақы Майкл Джексон. Не қандай? Не да? Бол, кім?
бәрін білем а. Майкл Джексон, андай, Майлы Джексон. Бәрін білем а, Майкл Джексон. Аха. Ван Хельсинг вампирлерге жас қыздың қанын ішкен үшін мамалар сияқты ұрысады. Ятқа ішесіңдер а, сендер а? Ятқа ішесіңдер сендер а? Ятқа ішесіңдер сендер а? Ятқа ішесіңдер. Білмейді қой енді. Қалай білмейсің а? Қалай білмейсің? Айтып отырсың манго марокко деп. Қалай білмейсің оны маған а? Апа, Мен түш көрейік деді ғой. мына өтек бәрін ішкен. Ятқа ішесіңдер а? Не, мама, Мамаң атылмай. Мамам, білесің ғой, мен сен ұратынымды. Білесің ғой, мен жыным шығып кетсе. Ананы сыйла. Сыйламай мен, мама, Қырылмай, нормально демал отыр ғой, отырыңдаршы. Нұрсұлтан Ван Хельсингке Тұрсынбек Қабатовтың даусымен вампирлар жайлы монолог айтып береді. Ой, бaba бізде кезінде. Аға, баяғыда вампирлер қандай еді, вот вампирлер. Қазіргі вампирлерді көресің, кәдімгі андай вампирлер, аға. Я, баяғыдағы вампирлер қандай еді, аға. Ашамай қалсаң да көзің. Натури салып бергеншін, мазыры. Баламен молодец, баламен. Ой, мына күшті көріп отыр ғой. Тағы салсын ба? Болды. Бана Майкл Джексон жаным базар жоқ. Елжан бүйтсейші. Ау, десем. Болды, десейші, болды. Жаңа менің жас қызды ойнағаным ше. Еше, қаным жоқ менің еше. Киноның арты не болды, брат? Оқиғаны ұмытып кеткен жақсыздар ма? Сен концерт көріп отырсың күшті болып. Мен рольсіз отқанымша тыныш. Ей, азамат не істеп отырсың? Ана қойшы бар. Ауа болып мына жерде. Осы кезде Ван Хельсинг пен Дракула Джеки Чанның стилінде төбелеседі. Болды деп айтшы ба? Чекам, натури кино қарап отырсың. Ой алла, шашатқа. Мен, Элдар, төрде отқан құдалар ұсап отқан жоқпын ба? Мен құда қызбын дейші. Сиіміз Жекешен екем. Елжан төбелес жат, тізесін қанатып алады. Қанатып алған соң ит сияқты қынсылайды. Қайсы компьютерді көрсетші? Серьезно? Келе, родной. Бір-екі рет істейік та, сосын мен қанатып алайын. Алдай, ауырып кетті. Қанат кетті. Эмоциясы бар күшік. Дракула Елжан тізесі қанап жатқанын көріп, тізесіндегі қанды іше бастайды. Анай тақалымда.
Жо, былай ішші. Мына жерге келші. Мына жерге. Үйтіп тұрмай. Тізедегі қанды ішіп жатқанда Елжан екінші тізесімен тебеді. Қалай? Шынымен тебеді. Менде үш тіземі. Мен бұлай ұстап тұрайын, родной. Теп анаумен. Давай. Асан, байқашы. Қытай әртіші онда көрінсін. Төртші болады. Жашшы анаяққа тепті деп. Отчетқа әдемі кетсе болды ғой, деймін давай. Мә. Сол кезде Дракуланың тісі түсіп қалып, тісі жоқ адам сияқты сөйлеп, ренішін айтады. Елжан қашып батқанда бір тісін лақтырып аяғына тегізетті. Тісі жоқ адам сияқты ренішін айтады. Тачи, месе тейді ма? Қытай несе эмоция өшеш? Үрішік. О, Нөмір сөйлемейтін, да? Нөмір сөйлемейтін. Түсіп қалды ма? Иә. Жатса. Осы кезде Дракула әлсіреп тұрғанда Елжан соңғы сөзін айтып құлатады. Әлсіреші оны. Үрішік. Енді сорма. Фильмнің соңы. Қошеметтеріңіз! Азақ фильм айдары. Азамат. Бексұлтан. Есет. Бар. Нұрбол. Бар. Елжан. Нұрсұлтан. Эльдар. Қаттырақ қошеметтеріңіз. Бұл All Night Show бағдарламасы. Міне, біздің бағдарлама дәл осындай МТК арнасында жібер болмаңыздар. All Night Show бағдарламасы сіздерге ұнады деген сенімдеміз. Өйткені бізге өте қатты ұнайды. Қош сау болыңыздар. All Night Show.